Абу Бакр радиаллаху анху бір адамның туысқаны қайтыс болса, немесе бір ауыр сынаққа ұшыраса, оған былай деп басып айтады екен: қаласаң шүкіршілігіңді көрсет, қаласаң сабырлық ет, Алла разы болатын сөздерді айт, Алла тағала саған сауабын жазады, соңында Алланың қалағаны болады. Қаласаң Аллаға наразылығыңды білдір, ауыр сөздерді айт, Алланың саған күнәсі болады, Алла күнә жазады, соңында Алланың қалағаны болады дейді. Егер сіздің әлгі наразылық білдіруіңіз, ішкі наразылығыңыз, ішкі Алланың тағдырына, Алланың ісіне ашу ызаңыз, өкпеңіз бір нәрсе өзгертетін болса, онда айтар едік, ең болмағанда бағанағы бір өзгеріс болды ғой деп. Артынан тәубе етесің, сол нәрсені істе жарайды деп, мысалы бір адам шыдамай жатса. Ал бірақ одан бір нәрсе өзгере ме? Өзгермейді. Яғни ол сен басыңа сынақ болып түсті. Енді осы сынақтан сен не сауаппен шығасың, не күнәмен шығасың. Сенде таңдау осы нәрседе ғана. Жақсы сөз айтсаң, қайтыс болған адам қайтып келмей, жаман сөз айтсаң қайтып келетін жағдай жоқ. Екеуінде де еш нәрсе өзгермейді. Өзгеретін не нәрсе? Сен сол сынақпен не күнәмен шығасың, не сауаппен шығасың. Бізде таңдау осы нәрседе ғана. Басқа таңдау бар ма? Басқа таңдау жоқ. Таңдау болмаса, сіздің наразылығыңыз, ауыр сөзіңіз бір нәрсе өзгертпейтін болса, онда ол наразылықты көрсетуден не пайда? Біз тек қана Алла тағалаға лиллахи ма ахаза ва лиллахи ма аата, берсе де Алланыкі, алса да Алланыкі, ва индаху куллу шайин би ажалин мусамма, барлық нәрсе белгіленген, өлшенген тағдырмен деп Алла тағалаға немізді білдіреміз, өзіміздің құл екендігімізді, Алланың ісіне қарсы шықпайтындығымызды білдіреміз.